Дженнифер Лопес келеді деп Астанадағы пәтерлер қымбаттап кетті. Америкалық әнші 1 тамыз күні елордада өнер көрсетеді. Шоудың 25 мың билеті санаулы сағатта сатылып кеткен. Продюсерлердің есебінше концертке шетелден 15 мыңға жуық турист келеді. Осыған байланысты Астанада баспана бағасы күрт өскен. Ал әлеуметтік желі қолданушылары жалға берушілерге наразы. Пәтер иелері баруға 1-2 күн қалғанда келісімді бұзып жіберген. Көбі су құбырлар жарылып кетті. Аяқ астынан пәтерді жөндеу керек болып қалды деп сылтауратқан. Артынша сол пәтерлер жоғары бағамен жалға берілген. Джейлоның келетіні мәлім болғалы бері концерт өтетін маңдағы пәтерлердің бағасы 15-30% қымбаттаған. Бұрын тәулігіне 15-20 мың теңгеге берілген бір бөлмелі пәтердің бағасы қазір кемінде 20 мыңнан басталады. Ал сарапшылар бағаның өсуі қалыпты. Coachella, Eurovision, Чемпиондар лигасының финалы сияқты айтулы іс-шаралар кезінде де пәтер ақысы шарықтап кетеді. Айтпақшы, мұндай жағдай Астанада бұрын да болған. 2017 жылы Экспо қарсаңында былтыр бүкіл әлемдік көшпенділер ойыны мен Димаш Құдайбергеннің концерті өткенде де пәтер бағасы өскен еді.